қыздар мен жігіттері мына Шымкенттің жігіттерінің жаман сөздерді көп айтады дейді. Сондықтан да мен бүгіннен бастап шештім. Мен жаман сөзді мүлдем айтпаймын. Дәге, жаман сөзді айтуға тура келетін жерлерде болады. Ондайды ма жақсы сөздерге алмастыра салам. Мысалға. Мысалы ана Шымкенттегі қаты көпір деген жер. Қыз көпір дейсің? Ала Шымкенттегі Қошқарадан. Қамбарата дейсің? Болыпты. Мына өзіміздің Алматыдағы Сайна көшесіне дейміз. Жігіттер, біз Алматыдағы Сайна көшесін кітапхана деп аламыз. Дәге, мен кітапхана мен Сайнаның ешқандай ұқсастығын көріп тұрған жоқ. Жігіттер өздерің ойланыңдар. Сайна көшесін кітапхана деп алдық па? Сол Сайна көшесінде тұратын қыздардың бәрі кітаптар деп аламыз. Көздерің елестетіңдер. Кітапханаға кіріп келдіңдер. Алдынан кітапхана шығады. Сәлеметсіз бе? Сізге қандай кітаптар керек? Қазақша кітаптар ма, әлде орысша кітаптар ма? Әлде мына Өзбекстаннан келген 87-ші беті ашылмаған свежий кітаптар керек па дейді. Шертіп тұрып таңдайсың ғой. Ол нүйчо дәге. Кеше кітапханаға кіріп қалсам, ана Жеңіс хан деген айран би әнші бар емес па? Сол терлеп деп кітап оқып отырған. Жігіттер, мен бір ақыл айтып кетейін сендерге. Кітап оқығыларың келіп өліп барасыңдар ма? Аптекаға барып көздеріңе очки сатып алып оқыңдар. Ауыр өлесіңдер. Жігіттер, осымен бір нәрсені түсінбеймін да. Байырғыда ата-бабаларымыз кітапты қалай оқыған екен? Дәге, қазір айтып берем. Ата-бабалар күндіз соғыста, кешке соғыстан үйге шаршап келеді. Үй о кезде білесің, киіз үй іші толған бала-шаға кітап оқитын жер жоқ. Күнге қарай бала-шағаны ұйықтатып, ана кітапты қолтыққа қысып, қырдың басына барып, таңға дейін айдың жарығымен оқыған о кезде. Жігіттер! Кеше мен 73-ші жылғы бір кітапты оқыдым. Болмайды екен. Неге Шыңғыс? Парақты! Шыңғыс! Оны қойшы. Мына соседдің үйіне Айман Шолпан деген жаңа кітап кепті. Айманын оқыдым. Шыңғысын оқи алмадым. Шолпан. Шолпан оқымадың ба? Оқымадым. Шолпан мен оқыдым. Қалай екен? Мынандай. Маржа! Қалай екен? Қозы көрпеш Баян сұлу деген кітап оқыдым ғой. Өлі самате. Баян сұлуын оқуға болады. Еркекпіз ғой. Қозы көрпеш қалай оқып жүрсің сені? Байқамай қараңды оқып қойып мен. Жігіттер. Мен бір ана кітабым бар еді ғой, мәпелеп аялап ұстап жүрген. Шынымды айтайын, оқитын ойым болған жоқ. Кеше абайсызда оқып қойды ме? Соменен Сөйтіп папасы келіп мен оқыды ғой.